Құрметті білімге білуге құштар оқушылар, менің атым Шарль Огюстен де Кулон. Бүгін сіздерге электр құбылыстарын түсінуге негіз болған заңды, кейіннен Кулон күші деп аталған заңды қалай ашқанымды айтып берейін. Менің көптен бері ойымды мазалаған сұрақтар болды. Екі заряд бір-біріне қандай күшпен әсер етеді? Ол күш неге байланысты өзгереді? Осы сұрақтардың жауабын табу үшін мен өте сезімтал ғылыми құрал айналмалы таразыны ойлап таптым. Бұл прибордың ішінде жіңішке жіпке ілінген кішкентай шарлар бар. Мен шарлардың бірін зарядтап, екіншісіне жақындатқан кезде, шарлар бір-бірін тебеді немесе тартады. Осы әсерден жіп бұралады. Ал мен жіптің қанша бұрылғанын өлшеп, зарядтардың арасындағы күштің нақты мәнін есептеп таптым. Тәжірибелерімнің арқасында мен мынадай қорытындыға келдім. Заряд неғұрлым көп болса, өзара әсер күші де артады. Арақашықтық жақын болған сайын күш жылдам өседі, тіпті арақашықтықтың квадратына кері пропорционал. Бірдей зарядтар тебіледі, әртүрлі зарядтар тартылады. Осылайша мен кейін бүкіл әлем мойындаған Кулон заңын тұжырымдадым. Бұл заңның теңдеуі F Кулон күші тең K пропорционалдық коэффициенті көбейтілген екі зарядтың көбейтіндісі бөлінген R арақашықтықтың квадратына. Бірақ электр құбылыстарын толық түсіну үшін тағы екі маңызды ұғым бар. Олар элементар заряд және электр зарядының сақталу заңы. Балалар, кез келген зарядтың түбінде ең кішкентай, бөлінбейтін бірлік жатыр. Ол электрон заряды, яғни элементар заряд. Табиғатта электронның жартысы, 4-тен 1 деген болмайды. Заряд әрқашан бүтін санмен ғана өзгереді. Яғни денелердің заряды электрондардың белгілі бір бүтін санының артық немесе кем болуына байланысты анықталады. Енді ең маңызды заңдардың біріне тоқталайын. Электр зарядының сақталу заңы. Бұл заң былай дейді. Жабық жүйедегі барлық зарядтардың алгебралық қосындысы ешқашан өзгермейді. Яғни заряд жоқтан пайда болмайды, жоғалып кетпейді. Тек бір денеден екінші денеге ауысады. Мысалы, пластмасса таяқшаны жүнге үйкесеңіз таяқша теріс зарядталады. Бірақ бұл заряд кенеттен пайда болған жоқ. Жүннен электрондар таяқшаға көшкендіктен пайда болды. Жүн оң зарядталған күйде қалады, міне, заряд сақталды. Бұл заң бүкіл электротехника мен физиканың негізі. Электр тогы, конденсаторлардың жұмысы, найзағайдың пайда болуы, байланыс жүйелері, тіпті смартфондар мен компьютерлердің ішіндегі процестер бәрі осы заңдарға сүйенеді. Сондықтан балалар, менің ашқан заң зертханада жасалған қарапайым тәжірибелер ғана емес, заманауи ғылым мен техниканың негізін құрайтын үлкен жаңалық. Менің ең үлкен тілегім сіздердің де ғылымға қызығып, табиғаттың терең сырларын ашуға ұмтылуларыңыз. Бүгінгі ашық сабақтарыңызға сәттілік, барлық білімді алып, оны сабақта да өмірде де қолданасыздар деп сенемін.